6 шілде Қазақстан Республикасының Астана күні. Ежелгі тарихымен танымал мемлекет үшін маңызды көптеген қалалар жыл сайын өздерінің туған күндерін атап өтеді. Көбінесе қаланың құрылуына немесе ерекше мәртебеге ие болуына байланысты мерекелер өткізілетін күндер символдық мәнге ие болады. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтанда да осындай күнді атап өтеді. Қазақстан басшылығы жыл сайын 6 шілдеде Астана күнін атап өтуді ұсынды. Бұл күні жай ғана пайда болған жоқ, мерекені өзі де біздің мемлекетімізге үшін ерекше маңызға ие. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Алматы мемлекеті басты қаласы болып қала берді. Қазақстанның жаңа астанасын айқындауға тарихи өзгерістер 3 жыл аралығымен болды. 1994 жылы Қазақстан Республикасының заң шығарушы органы Астананы Ақмолаға ауыстыру туралы қаулы шығарды. 1997 жылы мемлекет басшысы Ақмолаға мемлекеттік астанасының мәртебесін бекітілген жарлық шығарды. Келесі жылы 1998 жылы қала жаңа атау алды – Астана. 1998 жылдың 10 маусымнан бастап Қазақстанда Астана күні тойланады. 2018 жылы Астана үшін мерейтойлық жылы болды. Ол 20 жаста еді. 2010 жылы наурызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы Нұр-Сұлтан деп қайта атау туралы жарлыққа қол қойды. Тамаша күн Астана күні. Бұл Қазақстанның дамуындағы жаңа кезеңнің символдық сәті. Мемлекет тарихының жаңа парағы елорданы Астанаға көшіруден басталды. Қазіргі Нұр-Сұлтан. Қазір бұл қала елдің технологиялық, индустриялық және мәдени прогресінің, ата-бабалар дәстүрлерін сақтаудың, қазақстандықтардың болашақ ұмтылысына әсерлі фактісі. Астана күні мен қазақстандықтар.